Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сіздермен ұбт нұсқаларды талдауды жалғастырамыз. Сіздермен 53-03 нұсқаны талдайтын боламыз бүгін. Ал кеттік. 8-ші сұрақтан бастаймыз. Өткені кейбір есептер мен сұрақтар қайталанған. Сондықтан да бұл есептерді біз шығарып тастап, жаңадан есептерді шығаратын боламыз. Ал кеттік. Суретте өткізгіштің вольт-амперлік сипаттамасы көрсетілген. Өткізгіштің электрлік кедергісі. Яғни бұл жерде мына ток күшінің бізде кернеуге тәуелділік графигі көрсетілген. Осы жерден графиктен біз берілгенде жазатын болсақ, бізде ток күші қарайтын болсақ 4 миллиампер. Сонда 4 көбейту милли деген оның 3 дәрежесі ампер болады. Ал кернеу бізде 8 волт. 8 волт кедергіні табуымыз керек. Бұл жерде біз тізбектің бір бөлігі үшін Ом заңын пайдаланатын боламыз. Сонда формуласы I тең U бөлінген R. Яғни ток күші кернеуге тура пропорционал, ал кедергіге кері пропорционал. Сонда осы жерде мен кедергіні табатын болсам, мынау ток күші мен кедергінің орнына қосады, U бөлінген I болады. Сонда 8-ді бөлетін болсақ, 4 көбейту 10-ның -3 дәрежесіне. 8 бен 4 қысқарады, 2 болады. Сонда мына 10-ның -3 дәреже жоғары қарай 10-ның +3 дәрежесі болып шығады. Немесе 2000 Ом деп жазуымызға болады. Сонда бұл бізде Б нұсқасында тұр. Келесі. Ядролық реакция теңдеуіндегі белгісіз бөлшек. Яғни мына жердегі біз белгісіз бөлшекті табуымыз керек. Сонда 32, 16 мына жерде сұрау белгісі 32, 15 плюс. Ал енді бұлай қарайтын болсақ, реакцияның мына оң жағы мен мына сол жағы бір-бірінен тең болу керек. Сонда мына 32-ге 1-ді қосатын болса, мына жоғары жағы 33 болады. Ал мына жер 33 болу үшін мына жерге 1 керек маған. 1 қоюым керек. Сонда 32-ге 1-ді қосатын болсам 33 болады. Ал енді мына жер 15, мынау 1. 15-ке 1-ді қосатын болсақ 16 болады. Ал мына жер 16 болып тұр. Сонда мына жерге ештеңе қоспаймын, яғни 0. Сонда бізде 1-де 0 деген ол нейтрон болады. Келесі. Жолақ магнитті бірінші жағдайда фарфор сақинаға, екінші жағдайда сынығы бар болат сақинаға суретте көрсетілгендей жақындатады. Индукциялық ток. Бірінші жағдайда фарфор сақина, ал екінші жағдайда бізде ол болат сақина. Бірақ мына жерінде сынығы бар. Бірінші жағдайда мына фарфор сақина. Фарфор ол токты өткізбейді. Яғни ол диэлектрик болып табылады. Сондықтан да бірінші жағдайда индукциялық ток пайда болмайды. Ал екінші жағдайды көретін болсам, мына болат сақина. Болат негізі ол өткізгіш болып табылады. Өткізгіштер электр тогын жақсы өткізеді. Ал бірақ мына жерде сынығы бар. Сынығы бар болғандықтан екінші жағдайда да индукциялық ток пайда болмайды. Яғни бірінші және екінші жағдайда индукциялық ток пайда болмайды деген бізде мынау екі жағдайда да пайда болмайды деген ол бізден Д нұсқасына тұр. Келесі. А тең 3G үдемен тік жоғары көтерілген зымырандағы массасы 10 кг дененің салмағы. Яғни бізде үдеу А тең 3G тік жоғары көтерілген зымырандағы массасы 10 кг дененің салмағы. Еркінсу үдеуі бізде 10 метр секунд квадрат. Яғни дененің салмағын табуымыз керек. Негізі тыныштықта тұрған дененің салмағы ауырлық күшіне тең болады. Егер дене тыныш тұрса, онда оның салмағы ауырлық күшіне тең. Ал егер дене үдеумен жоғары қарай көтерілетін болса, онда оның салмағы артады. Егер жоғары көтерілетін болса, салмағы артады. Мына жер плюс. Ал егер дене үдемелі төмен қозғалатын болса, онда салмақ азаяды. Онда мына жер минус болады. Егер жоғары көтерілетін болса плюс, төмен түсетін болса онда минус. Жоғары көтерілген кезде салмақ артады, төмен түскенде салмақ азаяды. Бізде мынау зымыран тік жоғары көтеріп тұр. Сонда мен мынау бірінші формуланы пайдаланамын. Орнына қоятын болсақ, P тең M G. А-ның орнына мынау 3G-ні әкеп қоямын. Сонда 3G болады. M G-ге 3G-ні қосатын болсақ, бізде 4G болады. Ал енді орнына қояйық. Бізде масса 10 көбейту 4 G 10. Көбейтетін болсақ, бізде 400 ньютон шығады. 400 деген ол бізде Д нұсқасында тұр. Келесі. Массасы
1200 килограмм автомобильдің жылдамдығы. Сонда масса бізде 1200 килограмм. Жылдамдығы 10 плюс 0,25 метр секунд заңы бойынша өзгереді. Автомобильге әрекет ететін қорытқы күштің модулі. Яғни автомобильге әрекет ететін F күшті табуымыз керек. Суретін салайық. Мысалға автомобиль болсын. Ол V жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Бізде мынау жылдамдықтың өзгеріс теңдеуі берілген. Автомобиль үдемелі қозғалғандықтан мен Ньютонның екінші заңын пайдалана отырып F тең ma, Ньютонның екінші заңы. Осы жерден мен әсер ететін күш табайын. Ал енді бізде масса белгілі, ал үдеу жоқ. Үдеуді табу үшін ол үдеу дегеніміз жылдамдықтан алынған бірінші реттік туынды. Сонда мен жылдамдықтан туынды алатын болсам, 10 плюс 0,25-дан туынды алайық. Сонда мынау тұрақты санның туындысы 0, 0 плюс 0,25-ның туындысы бізде 0,25-ке тең болады. Сонда үдеу 0,25 метр секунд квадрат. Яғни үдеуді тауып алдық. Үдеу бізде 0,25 метр секунд квадратқа тең. Ал енді формула қояқ. F тең ma. Масса бізде 1200. Көбейту 0,25. Бұны бұлай жазып алуымызға болады. 1200 бөлінген 4 деп жазып алуымызға болады. Сонда бізде 300 ньютон деген шығады. 300 ньютон ол бізде С нұсқасында тұр. Ал келесі. Серіппелі тапаншадағы серіппенің қатаңдығы 4000 ньютон бөлінген метр. Оқтың массасы 4 грамм. Серіппе 2 сантиметрге сығылғандағы оқтың ұшып шығу жылдамдығы. Яғни серіппенің қатаңдығы бізде К 4000 ньютон бөлінген метр. Оқтың массасы 4 грамм. Оны килограммға өткізіп жазатын болсақ, бізде 4 көбейту 10-ның -3 дәрежесі килограмм болады. Серіппе 2 сантиметрге сығылғандағы, сонда дельта X 2 сантиметр. Оны метрге өткіземіз, сонда -2 дәрежесі метр болады. Ал енді мен жылдамдықты табуым керек. V. Яғни бұл жерде серіппе сығылғанда оның потенциалдық энергиясы тапаншадан шығатын оқтың кинетикалық энергиясына тең болады. Потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияны теңестіріп, біз жылдамдықты тауып алуымызға болады. Потенциалдық энергияның формуласы бізде K дельта X квадрат бөлінген 2. Ал бізде кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. Осы екеуін теңестіретін болсақ, бізде K дельта X квадрат бөлінген 2 тең mv квадрат бөлінген 2. 2 қысқарады. Осы жерден v-ны табатын болсақ, K дельта X квадрат бөлінген m болады. И түбір астында. V-ның квадраты болғандықтан түбір астына алам. Ал енді орнына қойып есептейтін болса, K бізде 4000. Дельта X-тің квадраты бізде 2 10-ның -2 дәрежесі. Сонда квадратты айтын болсақ, 4 көбейту 10-ның -4 дәрежесі болады. Бөлінген масса 4 көбейту 10-ның -3 дәрежесі. Түбір астында. Ал енді мынау 4 пен 4 қысқарады. Мынау -3 жоғары қарай плюс болып кетеді. Мынау мен қысқарады. И мына жерде -1 қалды. Сонда мынау 1 нөлмен қысқаратын болса, бізде түбір астында 400 қалады. 400-ден бізде 20 шығады. Яғни бізде жылдамдық 20 метр бөлінген секунд. А нұсқасында тұр. Келесі. Суретте зарядтың уақытқа тәуелділігінің графигі көрсетілген. Ток күшінің уақытқа тәуелді өзгерісінің теңдеуі. Яғни бұл жерде міне зарядтың Q уақытқа тәуелділік графигі берілген. Уақыт өтуімен мынау зарядтың шамасы өзгеріп жатыр. Графикке қарайтын болсақ, бізде мынау тербеліс, гармоникалық тербеліске жатады. Өйткені бұл косинус заңымен тербеліп жатыр. Сонда ток күшінің тербеліс теңдеуін табудың алдында біз графикке қарап отырып жазуымызға болады. Сонда бізде зарядтың амплитудалық мәні Q максимум 1 көбейту 10-ның -2 дәрежесі кулон. Бұлай 1 10-ның -2 дәрежесі кулонға тең. Зарядтың максимум шамасы ол бізде осыған тең. Ал енді
Тербеліс периодын табатын болсаң, ошол жерден тербеліс период деген бір рет тербеліс үшін кеткен уақыт. Яғни мына жерден бастап мына жерге келгенге дейін ол бір рет тербеліс болып есептеледі. Сонда бір рет тербеліс үшін кеткен уақыт бізде мынау 4 көбейту 10-3 дәрежесі секунд. 4 көбейту 10-3 дәрежесі секунд. Ал берілгендерді жазып алдық. Зарядтың теңдеуін жазатын болсақ, Q максимум косинус омега Т-ға тең. Бізде мынау зарядтың максимум мәні белгілі, ал мына жерде омега жоқ. Омеганың формасы бізде 2π бөлінген Т. Осы жерде мен таба алуыма болады. Сонда 2π бөлінген Т бізде міне белгілі. 4 көбейту 10-3 дәрежесі. 2 мен 4 қысқарады. 0,5 көбейту 10-3 дәрежесі жоғары қарай плюс 3 дәреже болып шығады. Пи. Оны бұлай жазуымызға болады. 10-3 дәрежесін көбейтетін болсақ, бізде 500 пи шығады. Ал енді орнына қоятын болсақ, бізде Q тең. Зарядтың максимум мәнінің орнына мынаны әкеп қоям. 10-2 дәрежесі косинус омеганың орнына 500 пиді әкеп қоям. Осыған тең. Ток күшінің теңдеуін табу үшін мен зарядтан бір рет туынды аламын. Зарядтан алынған бір рет туынды ол ток күшіға тең болады. 10-2 дәрежесі косинус 500 пи Т-дан туынды алайық. Сонда мынау косинустан кейінгі шама алдына түседі. 500 10-2 дәрежесі пи болады. Косинустың туындысы минус синус. Сонда мынау минусты алдына шығарып жіберейік. Бұл жерде минус бар. Синус. Қалған өзі жазыла береді. 500 пи Т. Ал енді мына жердегі минус 2 мен мынау 2-0 қысқарады. Сонда бізде қалады минус 5 пи синус 500 пи Т. Осылай біз ток күшінің теңдеуін тауып алдық. Яғни бұл жерде қарайтын болсақ, минус 5 пи синус 500 пи Т деген ол бізде С нұсқасында тұр. Дұрыс жауап С. Келесі. Массасы 2 кг дененің кинетикалық энергиясы 9 жол. Осы дененің импульсы. Берілгендер жазатын болсақ, бізде масса 2 кг, кинетикалық энергия 9 жол. Болса, осы дененің импульсын табуымыз керек. Ал енді кинетикалық энергияның формуласын жазатын болсақ, бізде кинетикалық энергия mv квадрат бөлінген 2. Дене импульсының формуласы бізде P тең mv. Яғни мен импульс табу үшін мен жылдамдық табып алуым керек. Кинетикалық энергияның формуласы мен жылдамдық табатын болсам, мынау 2 жоғары қарай көбейеді, ал масса астына түседі. Сонда 2e кинетикалық бөлінген m и түбір астында. 2 көбейту кинетикалық энергия бізде 9, масса 2-ге тең. Сонда 2 мен 2 қысқарады, түбір астына 9-дан менде 3 шығады. Дене импульсының орнына әкеп қоятын болсақ, масса бізде 2, жылдамдық бізде 3, сонда 6 килограмм метр секунд деген шығады. Бізде ол F нұсқасында тұр. Келесі. Макро дененің күйін сипаттайтын термодинамикалық параметрлер. Негізінен термодинамикалық параметрлер 2-ге жіктеледі. Термодинамикалық параметрлерді біз 2-ге жіктейміз. Олар макро параметр. Екіншісі ол микро параметр болып 2-ге жіктеледі. Макро параметр деген ол макро денелердің күйін сипаттайтын параметрлер. Яғни бізде макро денелердің күйін сипаттайтын параметр макро параметрлер деп аталады. Оларға көлем, температура, қысым жатады. Ал микро денелердің күйін сипаттайтын параметрлер ол микро параметрлер деп аталады. Оларға бізде тығыздық, одан кейін жылдамдық, концентрация, молекулалардың диаметрі деген сияқты тағы басқа шамаларды жатқызуымызға болады. Яғни бізде макро дененің күйін сипаттайтын параметр үшеу-ақ. Ол көлем, температура, қысым. Осындай нұсқаларды табайын. Бізде температура бұл нұсқасында тұр, қысым
және көлем. Келесі. Тізбектегі ток күші 5 ампер болғанда, яғни ток күші 5 амперге тең болғанда, өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 2 минут ішінде Т тең 2 минут. Минутты секундқа өткізуіміз керек, сонда бізде 120 секунд болады. Өтетін заряд шамасы, яғни Q. Ток күші дегеніміз бізде бірлік уақыт ішінде ағып өтетін заряд шамасы, яғни I тең Q бөлінген Т. Осы жерден мен заряд табатын болсам, Т көбейт, Q тең I көбейту Т болады. Ток күшін мен уақытта көбейтетін болсақ, 5 көбейту 120, бізде 600 кулон шығады. 600 деген ол бізде д нұсқасында тұр. Тағы да бұлай жазуымызға болады. 0,6 оның 3 дәрежесі кулон. Немесе 0,6 кило кулон деп жазуымызға болады. Мына кило деген оның 3 дәрежесіге тең. Сонда бізде мынау с нұсқасында жауап ретінде алуымызға болады. Келесі. Реостат кедергісін 2 есе арттырып, сонда кедергі R2, 2 R1. Ал кернеуді 2 есе кемітсе, U2 тең 1 бөлінген 2 U1. Реостат арқылы өтетін ток күшінің шамасы I2-ні сұрап тұр. Егер арттырды дейтін болса, онда мен көбейтіп жазам, сол санды. Ал егер кемітті дейтін болса, онда сол санға бөлетін болам. Яғни бізде мынау 2 есе артып тұр кедергі, сонда 2 көбейттім. Ал кернеу 2 есе кемітті. 2-ге бөліп жаздым. Яғни мен бұл жерде тізбектің бір бөлгішін ом заңын пайдаланамын. Сонда тізбектің бір бөлгішін ом заңы U бөлінген R. Ал енді кернеу мен кедергіні өзгертпеген жағдай үшін және өзгерткен жағдай үшін мен ом заңын жазатын болсам, сонда I1 тең болады U1 бөлінген R1. I2 тең болады U2 бөлінген R2. Осы екі формуланы бір-біріне бөлетін болсам, сонда I1-дің I2-ге қатынасы тең болады бізде. U1-дің R1-ге қатынасы көбейту болады да, анау екіншісі R2 жоғары қарай, ал U2 төмен қарай түседі. Сонда орнына қоятын болсақ, U1 R2-нің орнына мен мынау 2 R1-ді әкеп қоям. 2 R1 бөлу R1 өз жазыла береді. Көбейту U2-нің орнына 1 бөлінген 2 U1-ді әкеп қоям. Сонда U1 мен U1 қысқарады, R1 мен R1 қысқарады. Сонда 1 бөлінген 2 жоғары қарай шығады да, бізде 4 болады. Сонда I1-дің I2-ге қатынасы бізде 4-ке тең. Осы жерде мен I2-ні табатын болсам, I2 тең болады I1 бөлінген 4. Яғни токтың шамасы 4 есе кемейді болып тұр. 4 есе кемейді деген ол А нұсқасында тұр. Келесі. 30 градус температурадағы ауаның салыстырма ылғалдылығы 80%-ға тең. Егер ауаны 50 градусқа дейін изохорлық қыздырса, онда оның салыстырма ылғалдылығы. Температура берілгелі бізде Т1 сонда 30 градус. Ауаның салыстырма ылғалдылығы Фи1 80%. Санға өткізіп жазатын болсақ 0,8 болады. Ал Т2 бізде 50 градус болған кезде, онда оның салыстырма ылғалдылығын табуымыз керек. Яғни бізде Фи2. Бізде изохорлық қыздырып тұр. Яғни изохорлық кезінде көлем тұрақты. В констант деп жазып қояйық. 30 градуста қаныққан будың қысымы және 50 градустағы қаныққан будың қысымы белгілі. Ал енді салыстырмалы ылғалдылықтың формуласын жазатын болсақ, бізде Фи тең болады П абсолют бөлінген П қаныққан көбейту 100%. Изохорлық қыздырған кезде бізде абсолют қысым бізде өзгермейді. Сонда мен 30 градус үшін және 50 градус үшін жазып алатын болсам, салыстырмалы ылғалдылықтың формуласын, сонда бізде Фи1 тең болады П абсолют бөлінген П қаныққан 30 градустағы температура үшін бұл индексін 30 деп қояйық. Көбейту 100%. Ал енді 50 градус үшін жазатын болсақ, Фи2 П абсолют бөлінген П қаныққан 50 градус
көбейту 100%. Осы екі формуланың көмегімен мен φ2-ні табатын болам. Мына жерден бірінші формуладан мен P абсолют табатын болсам, және оны екінші формуладағы P абсолюттің орнына кеп қоятын болсақ, онда φ2 бізде кеп шығады. Ал P абсолют табайық. Абсолют қысым бізде φ1-ді көбейту, φ1 көбейтілген P қаныққан 30 градус. Фибр бізде 0,8, көбейту қаныққан будың қысымы 30 градуста 4,24 көбейту 10-ның килопаскал, 10-ның 3 дәрежесі болады. Көбейтетін болсақ, бізде 3,392 көбейту 10-ның 3 дәрежесі паскал шықты. Ал енді, осыны әкеп, мынау екінші формадағы P абсолюттің орнына әкеп қоятын болсақ, бізде сонда φ2 тең 3,392 көбейту 10-ның 3 дәрежесі бөлу 50 градуста қаныққан будың қысымы бізде мынау белгілі 12,3 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Сонда мынау екеуі қысқарады. Ал енді бөлетін болсақ, 275 шықты. Ал енді оның 100-ге көбейтетін болсақ, біз 27,5 шығады. Жуықтап алғанда 28%-ға тең. Немесе жуықтап алғанда 0,28 деп жазуымызға болады. Егер санымен өткізетін болсақ, сонда бізде 0,28 деген ол H және 28% деген ол бізде D нұсқасында тұр. Келесі. Кедергілері R1 5 Ом, ал R2 бізде 10 Ом. Екі резистор тізбекте қосылған. Осы резистордағы кернеудің қатынасы. U1-дің U2-ге қатынасын табуымыз керек. Кернеудің қатынасын. Сонда бізде мына екі резистор, суретін салатын болсақ, мына R1 резистор, ал мына R2 резистор. Екеуі бізде мына тізбекте қосылған, яғни тізбекте қосылған. Тізбекте қосылған кезде бізде ток күші өзгермейді. Сонда мына резистордағы ток күші мен мына екінші резистордағы ток күші тұрақты. I тең I1 тең I2. Ом заңын жазатын болсақ, бізде I тең U бөлінген R. Ом заңын екі резистор үшін жазатын болсақ, I1 тең болады U1 бөлінген R1. Ал бізде I2 тең болады U2 бөлінген R2. Осы екеуін теңестірем. Өйткені бізде ток күші тұрақты болғандықтан I1 мен I2 бір-біріне тең болады. Теңестіретін болсақ, U1-дің R1-ге қатынасы U2-ның R2-ге қатынасына тең. Осы жерде мен U1-дің U2-ге қатынасын табатын болсам, онда бізде R1-дің R2-ге қатынасы кеп шығады. Яғни бұлай мынау астына түседі, ал мынау R1 жоғары қарай шығады. Екеуінің орнына ауысады. Сонда орнына қоятын болсақ, бізде 5 бөлу 10. Бұл 1 бөлінген 2, немесе 0,5 шығады. Сонда бізде 1 бөлінген 2 F нұсқасында және С нұсқасында тұр. Келесі. Көлденең қимасының ауданы 10 см² болатын цилиндрлі ыдыстың поршеннің астында су бар. Судың температурасы тұрақты 20 градус. Поршенді 15 см жоғары көтергенде буланған судың мөлшері. Ал берілгенде жазатын болсақ, көлденең қимасының ауданы бізде S 10 см². Оны метр² өткізетін болсақ, 10 көбейту 10-ның -4 дәрежесі метр²ға тең болады. Поршеннің астында су бар. Судың температурасы бізде тұрақты 20 градус. Поршенді 15 см жоғары көтергенде, сонда H тең бізде сантиметр. Сантиметр метр өткізетін болсақ, 15 көбейту 10-ның -2 дәрежесі метрге тең. Ал енді поршенді 15 см көтергенде буланған судың мөлшерін табуымыз керек, яғни масса М-ді. Біз массаны табуымыз керек. Сонда массаның формуласы бізде масса ол тығыздық пен көлемнің көбейтіндісіне тең. Ал мына жерде бізде мынау
каныккан буудун тыгыздыгы белгиле менен жазылган. Сонда біз көлемді табатын болсақ, ол көлем аудан мен биіктіктің көбейтіндісіне тең. Цилиндрдің көлемін табу үшін цилиндрдің ауданын биіктікке көбейтетін болсақ, бізде ол цилиндрдің көлемі келіп шығады. Яғни мына аудан S, ал мына биіктік H. Сонда оның көлемін табу үшін осы формуланы пайдаланамын. 10 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі. Биіктік 15 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. Сонда көбейтетін болсақ, бізде 150 10-ның минус 6 дәрежесі шығады. Метр куб. Ал енді, мынау көлемнің орнына осыны әкеп қоятын болсақ, бізде масса тең ро каныккан буудун тыгыздыгы көбейту көлем. Каныккан буудун тыгыздыгы бізде 17,32 көбейту 10-ның, мына жерде граммен берілген, грамды килограммға өткізетін болсақ 10-ның минус 3 дәрежесі болады. Көбейту 150 10-ның минус 6 дәрежесі. Ал енді көбейтетін болсақ, бізде 2598 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі килограмм шықты. Ал енді бұны бұлай жазуымызға болады. Егер мұны сол жаққа қарай 3 нөлді жылжытатын болсақ, бізде жұқтап алғанда 2,16 болады. 10-ның минус 6 дәрежесі қалады. Сонда мына 3 нөлмен, мына жердегі 3 нөл кетті. Сонда минус 6 қалды. Ол минус 6 деген сөз бізде 2,16 миллиграммға тең. Сонда бізде мынау F нұсқасында дұрыс жауап көрсетілген. Ал сонымен біз бүгін 53.03 нұсқаны сіздермен талдадық. Каналға тіркеліңіздер. Түсінбей қалған есептеріңіз болатын болса, комментарийға жазып қалдыруларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.